Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай тесіктерге толы, ерекше, нәзік, жұмсақ болып шығатын пирогтың рецебімен бөлісемін. Құрамы да өте қолжетімді бағада. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны сарысынан ажыратып, ақ уызын саламыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастап араластырамыз. Массамыз ақырында біздің формасын ұстайды. Сол уақытта 80 грамм қантымызды салып, тағы да миксердің көмегімен араластырамыз. 1 шай қасық ванилинді қант қосамыз. 3 жұмыртқаның сарысын салып, тағы да миксерлейміз. 3 ас қасықта сұйық май құямыз. Миксерлейміз. Бөлек ыдысқа електен өткізілген 100 грамм ұнымызға 1 шай қасық қопсытқыш саламыз. Осылай миксерледім. Негізінде миксерсіз де жай ғана силиконды таяқшаның көмегімен ақырындап араластыруға болады. Осындай менде 20 сантиметрлік формаға салдым. Сіздер кез келген одан да кіші формаға салсаңыздар болады. Барлық жері бірдей пісу үшін осылай 1-2 форманы сілкіп жібереміз. Пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіреміз. Пирогымыздың бетіне құятын шоколадты сиропымызды дайындаймыз. Отқа қоятын ыдысқа 100 грамм қант, 140 грамм суды құйып, қасықпен жақсылап араластырып, отқа қойып 5 минуттай араластырып тұрамыз. 5 минуттан соң оттан алып, 1 ас қасық какаоны саламыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз. 40 грамм жұмсақ сары майды саламыз. Тағы да венчикпен араластырамыз. Тағы да 2-3 минутқа отқа қойып, сары майын ертіп алсаңыздар болады. Мінекей пирогымыз 30 минутта пісіп шықты. Осындай ағаш таяқшаның көмегімен барлық жерін тесіп шығамыз. Бізде осындай көп тесіктер пайда болады. Шоколадты сиропымызды барлық жеріне құйып шығамыз. Сиропыны құйып болғаннан соң жарты сағатқа кішкене сиропы сіңсін деп қойып қойдым. Содан соң кесіп бере берсеңіздер болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай біздің осындай тесіктерге толы ерекше пирогымыз нәзік, жұмсақ болып шықты. Менің жолдасыма бұл пирог қатты ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Мінекей көргендеріңізде арасы нәзік, сондай ылғалды болып шыққан. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер.